Не шықса да Шымкентте шығады дейді. Сол бүгін біз қызық сұхбат болайын деп жатырмыз. Біз кірпіш шығарамыз, тас өңдейміз, травертин өңдейміз. Мынау тастар өзіміздің тастарымыз. Тауды қиып алып келеміз. Таста қажап істеп жатыр. СНГ бойынша ең үлкен заводтардың бірі әрі бірегей деп айтуға болады. Ең бастысы қазақтардікі. Бастығы қазақ? Қазақ. Бір кірпішін сындырып алды ма? Неше страшно. Біздікі жүрген жер бүлдіру ғой. 1,5 миллион квадрат метр жылына шығарамыз. Бізде енді осы жерде кірпіштер айына 1 миллион, 1,5 миллион, 2 миллионға дейін аралықта шығарамыз. Мына жерде тұрған объем 3 миллион кірпіш. Бұл бір склад. Бізде тағы 5-6 склад бар. Бұл кәсіпті аз ақшамен сіздер бастап кете алатын боласыздар. Қандай адамға керек емес жұмысшы жалдау, өндіріс ашу, бәрін біз өзіміз жасап береміз. Риск жоқ. Риск вообще жоқ. Без вложений дейді ғой орыстарда. Ақша салмай, дайын бизнес. Тек қана адамға енді жұмыс жасау керек та, әрекет. Барлықтарыңызға сәлем. Есім Еркен Бекқалиұлы. Каналымызға қош келдіңіздер. Құрметті достар, біз қазір Шымкент қаласындамыз. Енді біз Шымкентке көп келетін болдық. Неге десеңіздер, енді қызық салалар, айналысып отқандары қызық, масштабтары қызық. Бүгінде бір керемет өндіріс орнына келіп отырмыз. Бұл завод СНГ бойынша ең үлкен заводтардың бірі болып саналады. Неге десеңіздер, біздің айналамыздың бәрі кірпіштер. Бізде өкінішке орай қазір дронның кадры жоқ, бірақ айналамызды қарасаңыздар 3 миллион кірпіш бар. 3 миллион штук мынандай кірпіш бар. Одан бөлек складтың өзінде 7 миллион бар. Жалпы 10 миллионнан аса кірпіш бұл жақта бар. Айына 1,5 миллион кірпіш өндіреді екен. Одан бөлек травертин бар, одан бөлек бордюрлар бар, тастан жасалған өнімдер бар. Сіздерге ішкі кухнясын көрсететін боламыз. То есть бұл қалай жасалынып жатыр, қанша ақша кетіп жатыр, қанша ақшамен бастауға болады, қанша жұмысшы жасап жатыр. Соның барлығын көрсететін боламыз. Сіздерден жасыратынымыз ештеңке жоқ. Бұл кәсіпті аз ақшамен сіздер бастап кете алатын боласыздар. Сол шығарымды міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Соңына дейін көрген адамдарға арнайы ұсыныс бар. Сол ең бастысы бастықтар қазақ екен. Біздің қуанатынымыз сол. Сіз болып, біз болып қазақ жігіттерді қолдайық. Шығарымды бастаймыз. Лайк басыңыздар. Кеттік. Бүгінгі біздің кейіпкер Есен бауырымыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сол, Шымкентке келдік негізі. Не шықса да Шымкентте шығады дейді. Сол, бүгін біз қызық сұхбат болайын деп жатыр сіздерге. Соңына дейін көріңіздер. Жақсы. Немен айналысасыздар? Біз тас өңдеу, кірпіш саласында кірпіш шығарамыз, тас өңдейміз, травертин өңдейміз, травертин шығарамыз, өздеріңіз көріп тұрғандағыдай. Әртүрлі ассортиментте. Қазақстандағы бұндай заводтың аналогы жоқ. СНГ-дегі ең ірі өндірістердің бірі деп айта аламын, толық сенімді айта аламын. Жақсы. Қанша жыл болды нарықта жүргеніңіз? Біз нарықта жүргеніміз 2020-дан бастап завод жұмыс істеп келіп жатыр. Қазіргі таңда енді масштабқа келетін болсақ, Шымкент Сити, үлкен застройщик BI Group бар, НАК бар, сол құрылыс компанияларымен жұмыс істеп келіп жатыр. Шымкент Ситидің толық объемдарын біз алып жатыр енді қазір. Оборотты айта алмайсыздар? Оборот енді қазір масштабты процесс барысында көресіздер, қандай үлкен масштабта енді оборот жайында ол түсінікті болады деп ойлаймын. Жақсы. Оборот әзірге жасырын болсын. Бірақ сіздерге бүгін ең қызық жері өндіріс заводты ішкі кухнясын көрсететін боламыз. То есть қалай жасалынып жатыр барлығы. Қазір мына жақты сіздерге шамамен таныстырып өтейік. Содан кейін барып біз кірпішке барамыз, одан кейін ары қарай. Жақсы. Бізде қазір мына жақта қандай өндіріс нелер бар? Өнімдер таза тастан, экологически чистый тастан. Бұл бордюрлар. То есть бұл тастан біз 15-тен жоғары 20-ға жуық түрлі өнімдер шығарамыз. Бордюр бар, баласина бар. Таста өздеріңізге негізі? Біздің өзіміздің месторождение бар Қазақстанның 3 жерінде. Біз сырьеға мұқтаж емеспіз. Өзіміздің сырье, то есть в наличии всегда бар. Мысалға от до я барлығы сіздердікі, короче. Басынан басын. До я біздікі. Барлығы сіздердікі. Жақсы. Сырьеға ешкімге қарамайды. Өздері өндіреді, өздері табады. Протокол испытания, сертификат барлығы бар. Қазақстанның барлық жеріне жеткізесіздер, барлық Қазақстанды қамтамасыз етіп отырсыздар ғой. СНГ-ге де жібереміз. СНГ-ге де жібересіздер. Қай қалаларға жібердіңіздер? Біз СНГ-ге последний раз Омбыға жібердік, Оренбургқа жібердік. Жақсы, соңғы рет. Кеттік. Енді таныстырып өтейік. Мынау бізде бордюрлар. Содан кейін бар. Бордюрлардың түрі, мынаған келетін болсақ, міне травертиннің екінші слой дейді. Бұның сырты глянцевый болады. То есть тастың ортасы да. Тастың жаңа үлкен көрсетіп өтем, глыбаның ортасы. Жаңа осы, міне жаңа осы күймен қоя береді ғой бұны? Осы күймен клеймен жабыстырады. Бұл клеймен жабыстырудың өзіміздің клей бар ғой.
Біз өзімізде гипсовый штукатурка, гипсовый клей, кафельный клей. Ұзақта қанша уақыт тұрады? Бұл енді гарантия беріледі 30-40 жыл. 30-40 жыл. Жерде бұзылмай. Вообще енді өздеріңіз қарап тұрғандай плотный ғой, бұл тас қой, ешқандай химикатсыз. Қазіргі таңда енді жамандаған емес, бірақ барлығы химикатпен ол определенный бір уақытында өздеріңіз білесіз сәл құртылуы мүмкін да. Бұған гарантия береміз. Табиғи өнім. Қазір сіздерге тастар көрсетіп боламын, жалпы қалай алып келдіңіз? Мынау бордюр тоже бағанағындай. Мынау бұл енді таза кірпіштен жасалған нелер ғой. Жерге төсейтін. Окей. Кеттік. Ана жақта бізде анау ресторандарға ма не? Ресторандарға, каждый өзінің жеке үйлеріне под заказ, таза таспен, таза тастан осылай индивидуально істеп береміз, индивидуально. Сіздер сонда тасты алып, полны жан-жағын бәрін қажап сөйтіп жасайсыздар ма? Таза қажап индивидуально бізге эскизін берсе, біз жасап береміз. Салмағы қанша болады мына сонда? Салмағы енді 1 тоннадан асады ғой. Таза КамАЗбен апарамыз ғой. Жақсы. Мына жақта бізде қарапайым кірпіштер. Кірпіштер, мынандай жаңа жазулар бар, мынандай нелер бар, мынандай біз эскиздар жасап бере аламыз, жаңағыдай таза тастан ғой. Бүкіл өнер қазір бізде тас. В общем, бізде без химикаты, таза өзі. Сіздерде күніне қанша тонна өнім шығарасыздар негізі? Олай есептелді ме? Біз енді мен квадратпен айта аламын. Травертинді 1,5 миллион квадрат метр жылына шығарамыз. 1,5 миллион квадрат метр жылына, жылына 1,5 миллион квадрат метр. Бұл деген сөз енді объем. Соған қарап масштабты біле берсеңіздер ғой, қаншалықты екен. Жақсы. Тағы қандай өнімдер бар? Тағы да өнімдер бар мына баласина дейтін өнімі. Лестницаның жанына, бұлардың үстімен как положено жаңағыдай. Бағана айтып отқан анаяқтағы заказ мынандайлар ғой. Ресторандардың алдына, нелерге, жалпы акиматтың алдына деген сияқты. Таза тастан, тоже? Таза тастан, Енді бұның тоже индивидуально бізге эскизін берсе, шығарып бере береміз. Негізі қанша ассортимент дүние бар сіздерде, өнімдерде? Бізде енді ассортимент шыны керек, жаңағы айтқандай 25-20 асы. Біз негізі өңдей береміз ғой, тасты қалай өңдесең де шыға береді ғой негізі. Заказ түссе болды. Заказ түссе болды, адамның ойы жетсе, соны өңдеп береміз. Біз енді барлық автоматизация болғаннан кейін компьютерға саламыз, оны сызып беріп қазір іште өндірсе көрсетеміз. Сіздерден былай тікелей жұмыс жасаса, қаншалықты эконом жасай алады адамдар? Бізде тікелей жұмыс жасаса, мен айтарым енді, оптовиктердің өзі бізден алады да, үстіне қосып жатады, түсініп тұрсың ба? Біз оптовиктерден де төмен береміз бала. Біз енді жігіттердің телефон номерін қалдырамыз, жалпы алдағы уақытта үй салып жатсаңыздар, жалпы тас өнімдері керек болатын болса, хабарлассаңыздар болады. Нарықтағы ең арзан бағада бере алатын болады деп айтайық. Жақсы. Олай. Сенімді айтуға болады. Енді мен сіздерге қазір толық ассортиментпен көрсетіп кетейін. Мысалы, мынау тастардың, бұл травертиннің екінші слой дейді. Бұның тастар жаңағыдай травертин дейді, таза өнім. Бұның бәрі травертин қазір. Қазіргі таңда анау хит болып жатқан болады ғой енді, қазір құрылыс саласында жүрген, фасад саласында жүргендер қырғызский слой дейді, қырғызский травертин дейді. Солны тура бізде шығарады. Одан кем емес енді. Бағасы жағынан да онымен бірдей. Одан да төмен бере аламыз. Жылтырап жатыр ғой дейміз. Жылтырап жатыр. Бұл енді бұның заттары бұл сезонға қарамайтын зат, негізі шыны керек үйдің ішінде қаптауға болады. Бізде объектілер бар, которые үйдің ішін қаптаған. Мына жақта жерге төсейтін? Жерге төсейтін бордюрлар, бұл кішігірім бізге қатты емес, бірақ болады да заказ алуға. Негізі основной қайсына заказ көбірек түседі? Бізде енді основной қазіргі заказ травертин, жаңағы осыларға кірпіш облицовочный, гипсовый штукатурка бар, солар. Мен сіздерге осының бәрін жаңағы ішкі кухняда көрсетейін, қалай өңделеді, бұл қалай жасалынады, бұның өңдеуі қандай, жүріңіздерін көрсетейік. Құрметті көрермендер, біз сіздерге қазір қалай жасалынатынын толық түсіндіріп берейік. Мынау тастар өзіміздің тастарымыз. То есть жаңағы айтып кеткендей месторождениеден осылай тауды қиып,
алып келеміз. Осылай осы қалпында алып Осы қалпында алып келеміз да, осымен өңдейміз ғой енді. Размері әртүрлі болады ғой. Размерін әртүрлі. Тастар да әртүрлі болады. Тастар да әртүрлі болады. Шамамен қандай тастар болады? Бізде негізі 3 түрлі, енді месторождениеміз 3 түрлі тастан жасалған. Бірақ жаңа тастың өзінің первый слой, второй слой дейтін жаңағы уже бір тастан 2 слой шығады, түсініңіз ба? Сындырып екіге бөле ма? Жоқ, ішінен шығады, өзінің ішінде. Первый слой дейтін сөз ол бірінші слойда, ортасында уже шұрығы жоқ болады. Олар қатты барық ба ма? Олар гладкий болады, жаңа көрген. Жылтыраған сол. Жылтыраған сол, уже второй слой. Олар сәл қымбаттау болып жүреді. Жақсы. Осы тастардан өңделеді. Размер қандай болу керек негізі? Шамамен осындай ма, или бұдан да үлкендері бола ма кейде? Өздеріңіз көріп тұрғандай, осы енді стандарт стандарт осылай болады. Машинамен алып келген кезде қандай КамАЗбен немен алып келесіз? Енді үлкен хобалармен, үлкен КамАЗдармен алып келеміз. Жақсы. Күніне әкеп тұра ма бұлар, или аптасына бір рет па? Аптасына бір рет, айына бір рет. Ол енді объемға байланысты, заказдарға байланысты. Біз өндіріс орнына келдік. Шетіне түсіндірейік. Бұл енді өндіріс орнына келген кезде мынау турецкий оборудование көріп тұрғанда қаншама лезвиесі бар. Жаңағы үлкен тастарды қият осылар. Жаңағы міне, мынау ол бір лезвие ғана қия ма, или бәрі одновременно қия ма? Одновременно қимайды, бір лезвие қияды. Мынау қазіргі таңда бұл тоқтап тұрған оборудование. Все, жақсы. Міне, қазіргі жұмыс істеп тұрған оборудование, жаңа көріп тұрғандағыңыздай міне осы тастарды, глыбаларды жаңағыдай кеседі. Былайынан. Ана бұрыштағы немен кеседі? Су шашып кеседі ғой немен? Иә, су шашып, өткен ана қызиды ғой. Высокий немен. Түсініңіз ба? Мына ортасы бет кесіліп тұр негізі. Бөлінбеген, немен қоршап қойып тұр. Иә. Мына астына су ағады. Астына су ағады. Сонда қалай су ағызып тұрып кесе ма? Иә, су ағызып тұрып кеседі. Ол не үшін, тастар шашырамау үшін ба? Тастар шашырамау үшін, қызбау үшін. Осы цехта енді дауысы естіліп жатыр ма? Дауыс естіліп жатыр, жақсы. Осы цехта жаңағы тастардың бәрін полировать етіп. Полировать етіп көрдіңіз ба? Қалай полировать етіп? Мына жақтан басталады ғой, не? Иә, ар жақтан басталады. Бағана кескенде ана басына апарады. Иә, басына апаратта жаңағы мына өнімдер бар ғой. Соны апаратта осылай өзі қараңыз жүреді. Мынау өзі полированный дейді. Мен бұлай ана жақтан тасты алып кеп, бұлай қарай барады ғой, сонына қарай. Полированный виде тазалап шығады осылай. Ортасы бөлініп жатыр. Бұл мына негізі станоктар, қымбат станоктар ма? Енді станоктар енді көппен айтқанда миллиондар ғой. Миллиондар. Иә, миллиондар ғой енді. Енді мына қызықты бір не айтайын сіздерге, жаңағы декор узор деп қой. Декор узорларды шығаратын мына станоктар бізде. Керемет. Бұл керемет станок енді қараңыздар. Мынау жазулардың бәрі тастан қажап шығарады. Лазермен. Бұл автоматтандырылған. Бұл ана дизайн бересің, соны сызып береді ғой өзі. Дизайн бересің, соны сызып береді. Мына қараңыздар. Мынау компьютерға салынады. Иә, брavo, көз. Міне, ресторан заказ берген. Моцарелла дейтін. Бұл осыған не істеп жатыр? Заказ жасап жатыр. Көрдіңіздер ма? Таста қажап істеп жатыр. Астына жазып. Таста қажап, как положено. Любой орнамент жасап береді. Негізі олай заказ беретіндер көп па таспен? Олай заказ беретіндер көп, иә. Ол сынып кетпей ма тас? Сынып кетпейді. Бұл үшін шыдай ма? Иә, сынып кетпейді. Қанша уақытқа шыдайды? Бұл енді мен ойлаймын, жаңа гарантиясымен 30 жылға шыдайды. 30 жылға? 30-40 жыл. Иә, среднем айтылған. Мынандай орнаменттер бар ғой. Мынандай орнаменттер шығарып береміз бұл. Иә, осындай бар. То есть, таңа берген кезде осылай сызып бере алады. Қан жерге дизайнын береді, солай жасап береді. Құсаның жанына қоятын. Бұнда таза тастап өңгеніз, 4 бұрышы бар, домалағын шығарамыз. Бұл осы жақта дайындалады? Иә, бұл осы жерде дайындалады. Мына көріп тұрғанда. Баласинантта мына нелері объем жетеді. Таста қаяққа салып, қаяқтан кезеді? Осы жақтың наумын кезеді? Осы жерден салады, осы жерден кезеді. Енді қазіргі таңда баласинант бір шыны керек бір проходной бір жақсы өтіп жатқан товар деп айта алмаймын, бұл өзі определенный адамдар алады. Бұл енді қымбаттау болғаннан кейін. Аздап өтіп тұрады осы шетінен. Иә, шетінен өтіп тұрады. Біз шкафқа салып қоямыз да, бұны тоқтатамыз енді. Жақсы.
құрметті көрермендер, енді қаншалықты масштаб екенін көріп отқан шығарсыздар. Артымыздағы заттардың барлығы осы өндірістікі, осы заводтікі. СНГ бойынша ең үлкен заводтардың бірі әрі бірегей деп айтуға болады. Ең бастысы қазақтардікі. Бастығы қазақ? Қазақ, бастығы қазақ. Бәріміз қазақ. Қазақстандық өнім. Енді қалай айтпақшы, жаңа бір Қаныш Сәтбаевтың нелері бар ғой, не деген тас туралы айтылғанша, өз тасыңды құрметтемегенше өзгенің алтынын құрметтей алмайсың дегенде. Сол жақта өзіміздің тасты құрметтейік. Өзіміздің отандық өнімді қолдамасақ, басқа кім қолдайды? Иә. Тәуекел жасап, осы 3 жылдың ішінде осындай көлемде, үлкен көлемде завод жасап жатыр. Және де бұл қазақтың жеріне шыққан қазақтың тасы. Сондықтан да алдағы уақытта үй салып жатсаңыздар да, бір құрылыс жасап жатсаңыздар, Белоруссиядан, Ресейден, басқа жақтан іздегенше осы неге Шымкенттің тұрғындарымен өзіміздің қазақтарды қолдап, хабарласып, осы өнімдерді сатып алмасқа. Жақсы. Жаңа тағы да қоса өтейік. Қолайлы бағада. Өте қолайлы бағада. Арзан бағада. Арзан бағада, иә. Жақсы, біз қазір кірпіш өндірісін көрсетеміз. Құрметті көрермендер, біз қазір кірпіш заводына келіп отырмыз. Сіздерге сол заводты көрсететін боламыз. Жақсы, түсіндіріп өтсең шетінен. Получается, жаңағы үлкен тастардың үгітіп, былай құм болып алып келеміз. Топырақ, осылай. То есть ол үгітілгенде бағана тастар емес, ол жердегі жарамсыз болып қалған тастар. Жарамсыз болып қалған, кейбіреулер размері келмей қалған, чтоб травертин кесуге келмей қалған тастарды үгітеміз. Үгітетін нені. Бұндағы үгітетін нелер бар, көліктер бар, содан кейін үгітіледі, одан кейін осылай болып шығады. Кәдімгі обычный құм. Иә, обычный жаңағы сол тастың үгітілген түрі. Үгітілген сырьені мынау неге алып келеді? Котлованға алып келеді. То есть котлован дейді оны бұны. Осыған лақтырады жаңағы құмды. Сонымен ар жағында цемент болады. Арғы несінде көрсеңіздер. Мынаған салат, мынадан ары шығады. Иә, мынаған салатта мынамен пигмент болады. Жаңағы түрлі кірпіштер шығады ғой. Бізде 10 түрлі түсте кірпіштер бар. Сол 10 түрлі түсте мына пигментті қосылады. Қосылса, жаңағы цементпен амасатта мына жерде перемешка болады. Перемешкадан шығады да жаңағы линиямен түседі, жаңағы уже гиперпрессоваться етіледі біздің кірпіштер. Бір ғана линия, бір кірпіш шығарады осындай, 2 линия бар ғой. Иә, 2 линия бар. Бұл получается 8 оборудование тұр. 2 линияда бір қызмет атқарады. Иә, 2 линияда бір қызмет атқарады. Жаңағы кірпіштердің мысалы өңделген түрі былайынан бұның бар автоматизация компьютермен. То есть мынау бір аппарат күніге бір сменада 8-9 кірпіш шығарады получается. Бір аппарат. 8 сағатта 8-9 кірпіш шығарады. Бір аппарат. Иә, бір аппарат. Бұндай тағы бола ма? Иә, болады тапсырым. Смотри-ка. Бұл кебе ма негізі? Иә, бұны осы алатта сонымен су шашып кептіреді. Қатаясын. Сыртта ғой, иә? Міне, мынау осы заводтың несі, управляющийсі, жаңа ситуацияға қарап жүр. Жаңа сыртта. Жақсы. Бір кірпішін сындырып алды ма? Ничего страшного. Біздегі жүрген жер бөлдірі ғой. Сындыру, қирату. Кірпіш жетеді. 10 кірпіш сындырсаңыз да болады. Получается, жаңағы кірпіштер соғылады да, поддонға тиіліп болғаннан кейін мынандай сушильный камераларға кіреді. Бұндай сушильный камераның 6 сушильный камера бар. Мынада 6 бұлай. Бұлар қанша квадрат метрінен? Қанша квадрат? Акмал? 25 бәрі бірдей ма? Иә, бәрі бірдей. Бір кептіргенде қанша кептір алады? Бір теплицаға 35 мың кірпіш. 35 мың, не? Ол қанша күн кебеді? Бір сутка теплицаның ішінде тұрады, 2 сутка. Сосын шығып, сыртта таза кепкенге шейін тұрады. Кейін жиналады сырттан. Жалпы 48 сағат примерно, сондай ғой? 48 сағат мына ішінде тұрады. Содан кейін сыртта қанша күн тұрады? 24 сағат. Сонда 3 күнде осы кебі дайын болады ғой? Дайын болғанда поддонға жиналады, бір апта таза кебіледі. Бір аптадан соң уже таза шығады. Вообще в целом басынан аяғына дейін қанша күн кетеді? Бір кірпіш дайын болғанға? Басынан аяғына примерно 10 күн ғой? Бір апта 10 күн. 10 күнде толық дайын болады уже, иә? Бірақ бұл жерде кірпіш тапшылығы болмайды. То есть бұл на склад жұмыс жасап отыр, да? Жаңағы обороттың бәрі бұл складқа. Түсіңіз, складты толтыру.
Ал дайын кірпіштер жаңағы көріп тұрғаныңыздай көп. Сырттан бәрі. Сырттың бәрі дайын кірпіштер. Сол жерден алынады. Әртүрлі цветте, е? Әртүрлі цветте. Бізде енді осы жерде кірпіштер айына 1 миллион, 1,5 миллион, 2 миллионға дейін аралықта шығарамыз. Мына жерде тұрған объем 3 миллион кірпіш. Бұл бір склад. Бізде тағы 5-6 склад бар. В общем, сложности бізде қазір в наличии 10 миллион кірпіш жатыр. 10 миллион кірпіш жатыр. 10 миллион кірпішпен сіз кішігірім ауыл соғасыз ғой. Міне көріп тұрғандарыңыздай дайын заказдарды клиенттерге жіберу процесі болып жатыр. Бұл бір фура, сыртта уже 5-6 фура тұр ғой. Азаннан бастап кешке дейін осы. Күніне қанша фура жібересіз? Күніне бір 10-15-20 фура ғой. Бір фура қанша не алып кетеді? Бір фура 20 поддон сет. 20 поддон. Бір поддонда? Бір поддонда 840, ол кірпіштің размеріне байланысты. Все, енді соған қарап не істеңіздер болады. Короче, біздің айналамыздың бәрі кірпіш қой қазір. Енді біз Алматыдан былай айтқанда ат терлеп келіп отырған. Сіздер шақырыңыздар, біздің өндірісті көрсетіңдер, қазақтар көрсін, қазақтар жасап жатқанын көрсін деп. Біз қуана келіп отырмыз, екі өкпеміз қолымызда ұстап. Сол, қандай ұсыныс бар енді жалпы біздің көрермендерге? Біздің ұсыныс осы тауарларды, осы көріп тұрғаныңыздай кірпіштердің бәрін сату, жаңағы травертин сату, полный ассортимент продукцияны береміз. Біздің ассортимент продукцияда 20-дан астам түрлі тауарлар болады, сол сату арқылы. Без вложений дейді ғой орыстарда. Ақша салмай. Қазақтар жақсы көреді, үйде жатып, ақша табуды. Солай мүмкіншілікті дайын тауар бере аласыздар, өнім бере аласыздар. Ешқандай адамға керек емес жұмысшы жалдау, өндіріс ашу, бәрін біз өзіміз жасап береміз. Риск жоқ. Риск вообще жоқ. Өзінің қалтасынан бір тиын шықпайды. Тиын шығады, ол тек қана рекламаға. Ал рекламаның ақшасын бір-ақ заказда көтереді. Енді на примере айтып кететін болсақ, бір үйден 150 мың, 100 мың шамасында таза пайда көреді. Бір үйден 150 мың, без вложения. Айына 10 үй болса, уже 1 миллион. Айына 10 үй болса, аптасына 2-3 үй болса болды ғой, аптасына 2-3 үй ол вполне возможно. Өздеріңіз көріп тұрғандай міне. Бір күнде 15-20 фура кетіп жатыр. Ойлап қараңыз, бір фура ол почти бір үй. Негізі бір үйдің кірпіші жарты фура болады. Түсіндіңіздер ме? 2 этажды үй болса, ол бір фураға сиіп кетеді. Сон бүкіл Қазақстан сіздерден фура-фураға өздері заказ беріп алып кетеді ғой? Иә, фура-фура. Біз қаласаңыздар жаңағыдай, жаңа менімен серіктес болған адамдарға мен полностью барлығын үйретемін. Қалай бұл кірпіштерді сату керек, қалай жарнама беру керек, қалай клиенттермен сөйлесу керек, қалай расчет жасау керек. Мына кірпіштерден санау керек қой. То есть олар клиенттер қалай болады, үйінің размерін айтады, болды. Сол үйінің размеріне қарап біз қанша кірпіш кететініне санауды үйретіп береміз. Полностью санау керек. Қалай осылай фураны подгонять етіп, фураны дайындап, осылай салғызуды үйретеміз. То есть барлығын дистанционный. Бұл жаққа келудің қажет жоқ. Тек қана телефонмен. Маған хабарлассаңыздар, барлығын өзім дайындатып беремін. Барлығына сопровождение. Дайын бизнес қылып бересіздер ғой. Дайын бизнес. Тек қана адамға енді жұмыс жасау керек та, әрекет. Әрекет етпесе ештеңе болмайды. Жұмыс істемей, әрекет етпей ақша табу мүмкін емес. Бұл жерде минимальный расход кетеді, максимальный маржа алады. Түсіндіңіздер ме? Жақсы. Енді тетіктерін айтайық. То есть реклама қақа жіберуге болады, OLX-қа салуға болады, көршілерден заказ алуға болады, Instagram жүргізуге болады. Содан кейін бар, білмеймін, қазір Каспиге де шығып кеткен шығар өндірістің заттары. Таргет бар, қоса кетеді. Таргетім бар, застройщиктер бар. TikTok-ым бар, егер қажет болса TikTok-та жүргізсеңіздер, мысалы мынаны масштабты көрсетсеңіздер, сынады ғой, любой адам масштабқа сынады. Өйткені ол жерде арзан баға екенін біледі да. Мысалға мынаны қарапайым адамдар үй жағдайында жасайтын болса, өздері бұл өте қымбатқа шығып кетеді себестоимость. Өйткені ол жерде өнімдерді алу керек болады, ол цемент анаяқтан алады, мынаяқтан ананы алады, тасты анаяқтан алады. Бәрін қосқан кезде себестоимость қымбатқа шығып кетеді. Ал бұл жақта барлығы өздерінен, то есть тасты өздері жасап отқаннан кейін басқасын айтпай қойғанда болады. Жаңа бізден серіктес алған кісілер, жаңадан жас кәсіпкерлер деп айтайық енді, жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлерге біз тағы да ұсынысымыз бар, жақсы ұсынысымыз. Бұдан бөлек, кірпіштен бөлек, травертиннен бөлек, тастан бөлек, узорлардан бөлек,
баласинадан бөлек около бір 20-дан астам продукциядан бөлек біз тағы да ассортимент қосамыз. Оның бірі айнаның ассортименті, айна, стекло, үйдің сыртын қаптайтын стекло, теплофасад бар, анау тағы да темір қосайын деп жатсыңдар жақында. Жақында темір саласын қосайын деп жатыр. Толықтай бізден менімен серіктес болған адам бір үйді ЖК-ны соға алатындай ассортимент береміз. Цементке дейін құдай қаласа. Бас аяғынан барлық өздерінің өнімдерімен тұрғызып шығады. Бас аяғы барлығы минимальный, максимальный оптом ценамен и сатылған, мысалы, бағаны клиенттер менімен серіктес болған адамдар заводтың бағасымен сата береді. Соның өзінде үлкен маржада қалады. Сондықтан да масштабты көріп отырсыздар. Егер де бизнес қызықсаңыздар, бизнеске кірем десеңіздер, біз Есен бауырымыздың номерін қалдырдық. Хабарласыңыздар, сіздерге толық ақпарат беретін болады. Бағасын да сол жерде айтатын болады, қалай бастау керектігін, қанша ақша табуға болатындығын, енді өзінен беріп отырған уәдесі бойынша салған ақшаны бір айда толық ақтап аласыздар деген уәдесі бар. Жұмыс істеген жағдайда. Жұмыс істеген. Айтқанды бірге бір істеген жағдайда толық ақшаны қайтарып аласыздар. Сол бизнес таңдау арнасының мақсаты осы. Кез келген бизнесті көрсету. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Әрбір қазақ пайда бақуатты болсын. Рахмет.